Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз өз шығармашылық жұмыстарыңызды қалай қорғауға болады және плагиат неге тек көшіріп қою емес, нақты құқық бұзушылық екенін түсіндіреміз. Бұл әсіресе студенттер, оқушылар мен контент авторлары үшін өте маңызды. Авторлық құқық деген не? Авторлық құқық бұл сіздің шығармашылық еңбегіңізді заңмен қорғау. Мысалы, сіз мақала жаздыңыз, музыка немесе бейне ролик түсірдіңіз, презентация немесе пост жасадыңыз. Онда сіз автоматты түрде автор боласыз. Қазақстанда авторлық құқық жасалған сәттен бастап пайда болады. Тіркеу қажет емес. Мысал, егер сіз мақала жазып интернетке жарияласаңыз, оны басқа біреу сіздің рұқсатыңсыз көшіріп ала алмайды. Интернеттегі құқық бұзушылықтар, көп адам интернеттегі дүние еркін деп ойлайды. Бұл қате пікір. Рұқсатсыз басқа адамның фотосын, презентациясын, TikTok немесе YouTube бейнесін көшіріп пайдалану заңға қайшы. Авторды көрсету да жеткіліксіз. Алдымен рұқсат алу керек. Қандай жауапкершілік бар? Қазақстан заңдарына сәйкес авторлық құқықты бұзғаны үшін айыппұл салынады. Материал жойылады немесе бұғатталады. Автордан кешірім сұрату немесе материалдық шығынды өтеу талап етілуі мүмкін. Студент үшін бағаны төмендету, курстық жұмысын жарамсыз ету, тіпті оқудан шығару. Оқытушы үшін ескерту немесе тәртіптік жаза, ғылыми беделге нұқсан, гранттан немесе атақтан айырылу. Плагиат деген не? Плагиат бұл басқа адамның жұмысын өз атыңмен жариялау. Мысалдар, интернеттен көшіріп алынған курстық жұмыс, басқа презентацияны өзін жасағандай көрсету, мақаланы синонимдермен өзгертіп беру, тіпті artificial intelligence дейді, жасанды интеллект арқылы жасалған мәтінді дерек көзсіз қолдану плагиатқа жатады. Ол жұмысыңызды қалай қорғауға болады? Дәлел ретінде черновиктерді, алғашқы нұсқаларды сақтаңыз, аты жөніңізді көрсетіңіз, қажет болса Creative Commons лицензиясын қолданыңыз, электронды түрде PDF, watermark белгі қойыңыз. Мысал, сіз TikTokта құқық атты курс жасадыңыз, слайдтарға өзіңіздің атыңызды, байланыс нөміріңізді, жылыңызды жазыңыз. Егер сіздің жұмысыңызды біреу ұрласа, 1. Алдымен сол адамға немесе сайт әкімшілігіне хабарласыңыз. 2. Жауап болмаса YouTube, Instagram және басқада арқылы шағым түсіріңіз. 3. Қажет болса сотқа жүгініңіз немесе заңгермен кеңесіңіз. Дәлелдеріңіз болса құқық сіз жағында. Бүгінде бәріміз шығармашылықпен айналысамыз. Бірақ ақпарат ашық болғанымен авторлық құқық шектеулі. Студенттер көшірме жасаудан сақ болыңыздар. Оқытушылар тексеріп, тек өз еңбектеріңізді қолданыңыз. Контент жасаушылар ерекше, түпнұсқа дүние жасаңыздар. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз, пікірге өз ойыңызды қалдырыңыз. Сіз плагиатқа немесе авторлық құқық бұзуға тап болдыңыз ба? Келесі видеода кездескенше.